Әсетгүл Мұхтаровна көркем еңбек пәні мұғалімі. Бүгінгі тақырып тоқу өнері, ілмек бізбен тоқу. Көркем еңбек 6-шы сынып. Тоқу тарихы. Ең алғашқы тоқылған бұйым Египет мазаларының бірінен табылған баланың шұлығы болатын. Археологтардың ойынша оған 4000 жылдай болды. Ол қазіргі қолғаптарға ұқсайды. Тарихшылар тоқуды ерлер ойлап тапты деп растайды. 18-ші ғасырдың өзіне дейін ер азаматтар қауымынан құралған тоқыма топтар болған екен. Ал 19-ші ғасырда тоқыма барлық жерінде дами бастайды. Ілмек бізбен не тоқуға болады? Әдемі жейделер, сөмкелер, жұмсақ ойыншықтар, әдемі сұлулықтар. Бізге керекті құралдар: тоқыма жіп, біз ілмек. Тоқыма жіптің жуан жіңішкесі номерленген біз ілмекті пайдаланады. Ілмек бізді қолда қалай ұстау керек? Ілмек бізді қалам сияқты оң қолға ұстайды. Тоқудың басталуы. Алғашқы ілмек. Мұны істеу үшін біз жіптің астына ілмекті енгіземіз. Оны сағат тілінің бағытына қарсы орап, пайда болған ілмекті ілмек арқылы шығарамыз. Балалар, біз ілмектің тоқудың әдісі бірнеше жаттығулар бар. Сол жаттығулардың әр жаттығудың өзінің шарт белгісі бар. Бірінші жаттығу бос ілмекті тоқу. Шарт белгісі бос ілмек. Дізбектің бірінші ілмегін жасау үшін бізге жұмыс жіпті іліп алып, оны ілгектегі бастапқы ілмек арқылы шығарамыз. Дізбектер алғашқы қатар болып саналады. Келесі жаттығу жартылай бағынша. Шарт белгісі жартылай бағынша. Ілмекті дізбектегі 3 шалудың алдынан артына қарай өткізеді. Содан соң ілмекке жіпті орап, оны ілмектегі 2 шалудан өткізіп алады. Шалмасыз бағынша. Ілгекті төменгі қатардың ілмегіне салып, жіпті іліп алып, және ілмекті тартып алу керек. Бір уақытта 2 ілмекті бірге тоқимыз. Шалмалы бағынша. Бағананың шалудың биіктігін көтеру үшін оны бір жіп қосып тоқу керек. Ілмекке жіпті орап, бұрынғы қатардағы не дізбектегі 4 шалудан өткізеді де, оған қайта жіп орап, бір шалуды тартып шығарады. Жіпті қайта орап, оны ілмектегі шалумен бос жіптен 2 шалудан өткізеді. Жіпті тағы орап, оны соңғы 2 шалудан өткізіп алады. Ал ілмектің ұшында әрқашан бір шалу қалып отыру керек. Келесі жаттығу 2 шалмалы бағанша. Бағананы 2 ілмекпен байлау үшін біз ілмекке 2 ілмек жасаймыз. Оны бос шалма дейді. Ал ілмек жіптің астына алдыңғыдан артқа қарай кірістіру керек. Ілгектегі келесі 2 қабырғаның артындағы ілгекке салыңыз. Жұмыс жібін ілмекпен ұстаңыз және жіпті ілмек арқылы тартыңыз. Біз жұмыс жібін тоқылған тоқымамен ұстап, оны бір ілмек арқылы тартамыз. Жіпті қайтадан ұстап, оны ілмек пен жіп арқылы тартыңыз. Біз ілмек ұшында бір шалу қалу қажет. 3 шалмалы бағанша. Бағананың 3 ілмекпен байлау үшін біз ілмекке 3 ілмек жасаймыз. Ал ілмек жіптің астына алдыңғыдан артқа қарай кірістіру керек. Ілгекті келесі 2 қабырғаның артындағы ілгекке салыңыз. Жұмыс жібін ілмекпен ұстаңыз және жіпті ілмек арқылы тартыңыз. Біз жұмыс жібін тоқылған тоқымамен ұстап, оны бір ілмек арқылы тартамыз. Жіпті қайтадан ұстап, оны ілмекпен жіп
ұшында бір ілмек қалу қажет. Балалар, сіздерде оқулықта 39 бетте тігінен берілген тоқу шарттарын талдау қажет. Жарайсыңдар балалар, бұл шарт белгісі 4 қатардан тұрады, 18 бос шалмалы дізбектен тұрады, бірінші, екінші, үшінші, төртінші қатар, бір қатар шалмалы бағанша, бір бос ілмектен тұрады. Жақсы, жарайсыңдар балалар. Балалар, назарларыңызға рахмет.